Жақында ғана әлеуметтік желіде мына Алматыны біздер сендерді жоңғардан құтқару үшін салып бердік деген әңгіме таралып, жауапкершілікке тартылып жатырған Алматының бір тұрғынын көрген шығарсыздар, иә. Совет одағының кезінде шынында да бүкіл қазақты осы жоңғардың шапқыншылығынан құтқардық, көмектестік, аман алып қалдық деген пропагандалық жұмыстар жүрді. Бүгін мен мына Аңырақай шайқасының 270 жылдығына орай қойылған ескерткіштің қасына келіп отырмын. Дәл осы жерде 1728-30 жылдары бүкіл қазақтың 300-і бас қосып, қазақтың сол 18 ғасырдағы ең атақты, танымал, мықты батырларының бәрі осы жерде кездескен бір үлкен тарихи орынға келіп отырмыз. Бұл жерде тіпті сол Абылайдың өзі ана шарышты жекпе-жекке шақырып, осы жерде үлкен тарихи оқиғалар болған жер. Біз үнемі Совет одағының кезінде ойладық, сырттан біреулер келді, бізге қала салып берді, бізге мектеп салып берді, бізді оқытып, киіндіріп, бізді тіпті жоңғардан құтқарды деп. Шын мәніне келгенде ешқандай да тарихи деректер жоқ, бізге біреулер келіп көмектескендігі, келіп қару бергендігі тағы басқасы. Керісінше айдап салу, алдау, арбау секілді әрекеттер болды. Қазақ жоңғар соғысында жоңғарды қазақ өз күшімен жеңді.